Қазақтың ұлттық қолөнері мен дала мәдениетінің алтын тамыры, тал бесіктен жер бесікке дейінгі көшпелі халық тұрмысының шарайнасы. Ұлы даланы мекендеген ұлттың ұлық өнері баяндалады. Ұста мен зергер, киіз өңдеу өнері кеңнен қамтылған. Аңшылық, саятшылық және ат бегілік мәдениетін жаңғыртатын бағдарлама. Қазақ бейнелеу өнері көркем кескіндеме, мүсін, графика, сәндік қолданбалы өнер салаларын қамтитын ұлттық дүние танымға негізделген көркем өнер. Бүгінгі бағдарламамызда қазақ графика өнері жайлы сөз қозғаймыз. Графика бейнелеу өнерінің бір жанры. Гректің грапа деген сөзінен шыққан. Қазақша жазамын, сызамын, сурет саламын деген мағынаны білдіреді. Графикаға гравюраның литография, линогравюра, офорт секілді түрлері және плакаттық сатиралық сурет салалары жатады. Қазақстандағы графикалық суреттердің ежелгі түрлеріне Балқаш, Түркістан, Маңғыстау және тағы басқа жерлерде жартастарға салынған суреттер жатады. Ал қазіргі заманғы қазақ бейнелеу өнеріндегі графика 1930-1950 жылдары аралығында қалыптасты. Қазақстан графикасы жайлы сөз қозғағанда алдымен Шоқан Уәлихановтың есімін ауызға алатынымыз рас. Ол қазақтың өмірі мен тұрмыс тіршілігін ақ қағаз бетіне түсірген алғашқы суретші. Кең байтақ еліміздің талай жерін аралаған Шоқан Уәлиханов көптеген суреттер қалдырған. Уәлихановтың еңбектері бұл күндері Санкт-Петербург мұражайында сақтаулы. Қазір біз Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайының графика қорында тұрмыз. Қасиетті мұражай қорында құнды шығармалар аз емес. К сожалению, в нашем собрании нет рисунков Шокана Уәлиханова, но оно тоже имеет такую свою продолжительную историю. Өкінішке орай біздің қорымызда Шоқан Уәлихановтың суреттері жоқ. Дегенмен Қазақстан графикасының кешегі тарихы Хлудовтың кішігірім альбомдарымен жалғасын тауып отыр. Мұнда қылғалам шеберінің жол сапарлары жайлы жазған суреттері түгел сақталған. Қазір біз бұл суреттер бізге көп жайдан сыр шертеді. Суреттерден шебердің қалай жұмыс істегенін, палитрасын қалай құрғанын, киімдердің сызығымен әрбір деталін және табиғат әлемін керемет сезе білгенін көреміз. Каждый штрих, каждая деталь костюма, каждое состояние природы было особенно важным для него. 1921 жылы Николай Хлудовтың Верный қаласында тұңғыш суретшілер студиясын ұйымдастырғанын айтып кеткеніміз жөн. Сол студияда білім алған қазақ жастары арасынан елімізге танымал суретшілер өсіп шықты. Гордость нашей коллекции – это акварельные листы, оригинальная графика, карандашные наброски. Біздің коллекциямыздың мақтанышы деп тұңғыш ұлттық кәсіпқой суретшіміз Әбілхан Қастеевтің акварельде жазған және қарындашпен салған суреттерін айталамыз. Кескіндемедегі еңбектері белгілі бір бағдарламаға немесе белгілі бір идеялық негізді көздесе, акварельге келгенде Қастеев өзін еркін сезінген. Оның акварельдегі жұмыстарынан қысқы көктемгі пейзаждарды, жалпы қазақ елінің сұлу табиғатын жырлауы және оны құсышар биіктіктен суреттеуі туған жеріміздің табиғатын одан әрі әсерлей түскендей. Сондай-ақ суретшінің 1938 жылы салған автопортретіне де назар сала кетейік. Бұл портрет жайлы айтпаған және жазбаған зерттеушілер сірә кем деген шығар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, суретші автопортретте басына құлақшын киіп, мойнын бөкебаймен қымтап орап салуы және суретті овал тәрізді алуы кәдімгі фотосурет сияқты өте әсерлі шыққан. Меніңше осы портретте шебердің мінез құлқы мейлінше шынайы көрініс тапқан. Но вот в этом портрете, как мне кажется, наиболее ярко представлен характер мастера. Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейіндегі графика коллекциясының деңгейі жоғары. Мұражайдың графика қорында 8.000-ға жуық туынды сақталған. Оның 5.000-ы баспа, ал 3.000-ға жуығы түпнұсқа. Қазақстан графика жинағының қалыптасуы 1935 жылы Қазақстан СССР-ның 15 жылдығына орай өткен үлкен көрмеден бастау алады. Алматыда өткен алғашқы көрмеге 15 суретші қатысады. Олардың қатарында Әбілхан Қастеев, Бортников, Исмаилов, Крутельников және тағы басқалар болады.
Кейіннен осы мерейтойға қойылған еңбектер ең алғашқы ұлттық галереяның қалыптасуына негіз болып табылады. Аубакир Исмаилов — это первый художник, который... Әубәкір Исмаилов графикалық шығармалармен ел аралап көрме өткізген тұңғыш суретші. Біз ол кісіні алғашқы көшпелі көрме ұйымдастырған суретші деп танимыз. 18 жасында өзінің алғашқы еңбектерін түйелерге артып, барған жерлерінде арнайы киіз үй тігіп, өздерімен алып барған картиналарын ел назарына ұсынған. Мына жерде Әубәкір Исмаиловтың қазақ эпосына арналған иллюстрациясын көреміз. Казахскому эпосу. Мысалы, түпнұсқа графикада ұлттық суретшілеріміз Әбілхан Қастеев, Әубәкір Исмаилов, Құлахмет және Қожахмет Ходжықовтардың акварельдік туындылары немесе қарындашпен салынған суреттерін айтатын болсақ, 30-шы жылдар, яғни қазақ жаңағы көркем сурет мектебінің қалыптасу кезеңінде осы графика саласында, соның ішінде баспа графикада өзінің ең алғаш линогравюра немесе афорт техникасында жұмыс жасаған суретшілер, бұлар Гербановский және Брылов болды. Яғни Брыловтың 1940 жылғы Амангелді Имановтың портретін. Сонымен қатар Есік өзені, не болмаса Гербановскийдің қалалық пейзаж немесе спорт тақырыбындағы туындыларын айтатын болсақ, бұл 30-шы жылдардағы баспа графикасын ең алғаш қазақ жерінде алып келген суретшілер болды. Солардың қатарында Антощенко, Аленовты да айтып кетуге болады. Яғни линогравюра тәсілінде осы 30-шы жылдары жұмыс жасаған ең белсенді суретшілердің бірі Антощенко, Аленов болды. Ол өзінің артына көптеген линогравюра парақтарын қалдырды. Олар ішінде пейзажда қазақтың ұлы азаматтарын Ляшан Сүгіров секілді көптеген ғұламалардың портреттер де қалдырды. Қазақ графикасының келесі даму кезеңі Мәскеу мен Санкт-Петербургте білім алған қазақ жастарымен тығыз байланысты. Осы тұста Евгений Сидоркиннің Лейпцигте өткен халықаралық көрмеден алтын жүлде иеленуі қазақ графика мектебінің қалыптасуына ерекше әсер еткені сөзсіз. Сидоркин сол жылдары станокты графикамен белсенді айналысып, баспа графикасы, литография және линогравюрада ондаған туындылар жасады. Удивительное качество Евгения Матвеевича в том, что он, будучи Евгений Сидоркинның бойындағы керемет бір қасиеті көркем сурет академиясын бітірген орыс ұлтының өкілі бола тұра, қазақ жеріне келгенде жергілікті халықтың қадір қасиетін, бар болмысын өз бойына сіңіре алғандығы. Мысалы, Алматының алмасы атты литографиялық техникада жасалған туындысы көп жайдан хабар береді. Бұл литографиялық таста жасалған бұл жұмыстың ауқымы кең және өте күрделі. Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығынан алынған сериялық иллюстрациялық еңбектері де осы литографиялық техникада орындалған. Бұдан басқа Евгений Сидоркинның қазақ халық ертегілеріне арналған линогравюралық техникадағы жұмыстары да өз алдына бір төбе. Посвящает свои работы народным казахским сказкам. Өзіміздің ұлттық өнерде айтатын кезек, айта кететін болсақ, жаңа Евгений Сидоркиндермен қатар киносуретші Сахир Амановты ерекше атап өтуге болады, сонымен қатар Өкажиевті. Сахир Аманов ол киносуретші ретінде көптеген кітаптарды безендіріп, өзінің станокты туындыларын қалдырса да, солардың ішінде қырық өтірік ертегісінде иллюстрацияларын ерекше атап өтуге болады. Яғни осы ертегіні безендіруде суретші ертегінің мазмұнын ерекше ашып көрсетеді. Яғни қарапайым қағазда гуаш немесе акварель бояулар арқылы осы сәнді де жаңағы мазмұнды керемет баланың жаңа санасына қызықты образдарды жазып қалдырған. Сонымен қатар осы 50-ші жылдары акварель жанрында ерекше танылған Қазақстан акварелінің шебері Өкажиевті де атап айтуға болады. Яғни Өкажиев өзінің керемет Қазақстан пейзаждарын немесе портреттерінде ерекше атап өтуге болады. Мың 1960-70 жылдары Қазақстанда баспа графикасы жоғары дәрежеде дамый бастайды. Осы жылдары Балтабай Табылдиев, Табылды Мұқатов, Макум Хисамиддинов, Әділ Рахманов, Амандос Ақанаев секілді график суретшілер көзге түсе бастайды. Графика – это тонкая интеллектуальная сторона искусства. Это не каждому, конечно, это разобраться. Графика өте нәзік һәм интеллектуалды өнер жанры. Мұның қыр-сырына кез келген жан жете бермейді.
Евгений Сидоркиннің Қазақстанға келуімен елімізде станокты графика саласы қолға алына бастады. Ол кісі баспа графика, литография және линогравюрада тікелей жұмыс істеген суреткер. Одан әрі бұл салада өзіміздің отандық суретшілер Макум Хисамиддинов, Исаттай Исабаев және басқа да әйгілі суретшілеріміз белсенділік танытты. Жалпы 1950-60 жылдары елге танымал суретшілеріміздің көпшілігі баспа графикасына көп көңіл бөлді. Сол кездері Қазақстан графикасы деңгейі жағынан Совет одағы бойынша үздіктердің қатарында болды. Одна из ведущих держав в графическом искусстве Советского Союза. Махмуд Хисамиддинов өзі ең танымал, мысалы 73 жылы Махамбет сериясын жазып, Махамбеттің керемет образын қалдырса, линогравюра тәсілінде, ал Әділ Рахманов көбінесе литография тәсілінде, яғни тасқа қашалған тәсілде өзінің керемет туындыларын қалдырды. Сонымен қатар Әлімхан Смағұлов, мысалы, ештеме көп адамдарға таныс емес, бірақ осы 60 жылдары ерекше танылған суретшілердің қатарында Әлімхан Смағұлов қазақ эпосын, яғни Ақсуат атты жинақты, оның ішінде көптеген ертегілерді безендіруде үлкен жаңағы өзіндік орын алған суретші болып табылады. Бүгінгі Қазақстан графика өнері үлкен көштен шет қалған жоқ. Баспа және түпнұсқа графикада әлі де даму үстінде. Линогравюрада Темірхан Ордабеков, баспа графикасында Мұхтар Сыздықов, Қадырбек Хаметов және аралас тәсілдер жұмыс істейтін Нұрлан Баширов және басқа да талантты суретшілеріміз өз шығармашылықтары арқылы графика өнерінің өркендеуіне өз үлестерін қосып келеді. Бүгінгі таңда мына графика саласында көп суретші осы салаға бет бұра бермейді, өкінішке орай. Бұл сирек бейнелеу өнер саласында сиреп бара жатқан өнер түріне де өкінішке орай жатқызамыз. Графиканың шектеулі мүмкіндіктері болғанымен, бірақ мынау Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының кескіндеме және графика факультетінде осы өнер саласына бет бұрған жас есімдер, танымал суретшілер бүгінде дәл салып келеді. Графика өте күрделі өнер түрі. Кескіндемемен салыстырғанда графиканың мүмкіндіктері көп деп айта алмаймыз. Өйткені мұнда түстердің өзі шектеулі. Дегенмен, ақ материалдың түсімен қара түс шығармадағы тереңдікті, көлемдік форманы және қозғалыс сияқты композициялық ерекшеліктерді шешуге үлкен мүмкіндік береді. Мына жиыстан кескіндемеден бір айырмашылығы графикада бұл екі түсті де болсын, көп суретте болсын, көп бояуда болсын көрсетуге болады. Бірақ бұның бір ыңғайлы жері графикада серияны жұмыс істейді, жаңағы көптеген. Сол айтам деген сөзімді жаңағы әртүрлі серияда жұмыс істеп, өзінің ойыңды халыққа жеткізуге жеңілдеу, чем майлы бояумен салғаннан гөрі. Майлы бояуда ол жаңағы оларда бір неде тақырыпта үлкен қолыста салатын болсаң, сол қолыстың ішіне жаңағы кенептің ішіне бәрін кіргізуің керек. Мына графикада бір жақсы жері жаңағы серияға істейсің, сосын неде бұның ішінде сосын жаңағы көптеген кеңістікті пайдалануға болады ақ пен қараның арасында. Графика, она остается графикой, поскольку никто еще не отменял. Графика – это самый такой быстрый, оперативный способ реагирования на ситуацию. Да? То есть, если художник сидит где-то и делает быстрые зарисовки… Графика сол графика болып қала береді. Бүгінгі суретшілер толыққанды картиналар салуға ынтық. Бұрындары алдымен сызба, яғни графикалық түрде жасалған туынды кейіннен майлы бояуға немесе басқа бір материалдарға көшірілсе, қазір суретшілер түрлі эксперименттер жасайды. Қазіргі күні мүмкіндіктер өте көп. Коллаж, фотография, баспа, майлы бояу тағы басқасы дегендей. Графика өнер осындай жаңалықтардың нәтижесінде жасалған материалдар арқылы өзіндік ерекшеліктерімен түрленіп отыр. Новейшего, происходящего в графическом искусстве, который уже обретает свои особенности в материале.